мен қызғаншақ, мен қазақтың сен сияқты қыздардың бәрін қызғанамын. Өткенде мысалы бір инстаграм шулатты, қазақтың қыздары Қытайға тиін деп отыр. Мен бір кісідей ауырдым, жын соққандай ауырдым. Мен қызғандым, кәдімгі мен өзімнің әйелімді алып кететін сияқты қызғандым. Үйдегі мен қызымды алып кететін сияқты. Қарындастарымды, үйдегі туған қарындастарым жылағым да келді. Бұл сөзді айтқым да келді, бірақ далбаса мен ойландым артынан. Неменеге айтамын мен бұны? Менің қарындастарым онсыз да саналы, мен қарындастарым қазақтың мен деген қыздары, мен аттарын айтпай қояйын. Олар бізден де намыс қой. Көк бергенде қазақтың қыздары жігіттерден де намысын әрі кеткен кезде. Ол намыс сондай болып тұрып, олар мүмкін емес тиюі. Олар менсінбейді. Тиетін кімдер? Айгерім, Қытайға тиетін кімдер білесің бе? Жезөкше қыздар тиеді. Әбден болған. Солар тиюі мүмкін. Ар намысы жоқ, тегі жоқ, қаны жоқ. Қазақ деген ол түрі ғана ұқсайтын біреулер тиюі мүмкін. Олар тисе тие берсін, оларға қайғырмаймын да. Ал нағыз менің қарындастарым бар, кәдімгі, олар мүмкін емес, тимейді. Рас, қазақтың қыздарын қызғанасыз. Менсінбейді. Бай көкелерді менсінбей жүргендер, олар тимейді, мен оны түсімнен. Олар нағыз өз махаббаттарын іздеп жүрген қазақ қыздары, Құдайға шүкір тәубе. Оларда нағыз батырлар туады, нағыз халық деген, ел дейтін, жұрт дейтін, тұңғырмағанда ат үркітуге жарайтын бір азаматтар дүниеге келетініне мен сенемін.